Сіздермен Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Зайсан ауданы бойынша білім бөлімінің Мұрат Дәуменов атындағы мектеп-интернатының бастауыш сынып мұғалімі, педагог сарапшы Байгозина Нұргүл Аманжолқызы. Бүгінгі сіздерге ұсынғалы отырған жобамның тақырыбы ұлт ұлағаты шәкірт санасында. Негізгі идеям ұрпағымыздың елжанды ұлтының ұлылығын ұлықтайтын азамат етіп тәрбиелеу. Жобаның басты мақсаты болашақ қазақ халқының ұрпақтарына еліміздің ұлттық құндылықтарын санасына сіңіру. Жобаның өзектілігі бүгінгі таңда қазақ жастарының тәрбиесі ел болашағын кемелдендіруде елеулі рөл атқарады. Біздің қоғам үшін ұлттық құндылықтарын ұрпақ санасында қалып, олардың дәріптелуі маңызды. Сол себепті осы жобаның өзектілігі бүгінгі күнмен тығыз байланысты деп сеніммен айта аламыз. Осы жобадан күтілетін нәтиже ұлттық дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, дінімізді, ата-бабаларымыздан қалған насихат мұраларды жастардың санасына сіңірген тұлға қалыптасады. Дана халқымызда ағаш түзу әдемі болып өсу үшін оны көшет кезінде баптау керек. Ал қисық ағаш болып өскенде оны түзете алмайсың деп бекер айтылмаған. Адамгершілік тұрғыдан құнды қасиеттері бар, рухани бай тұлғаны қалыптастыру сәби кезінен бастау алатыны белгілі. Мектеп қабырғасынан бастап, отан, ел, жер ұғымының киелілігін білу, салт дәстүр ұлттық құндылықтарымызды бойына сіңіріп өсіру ең басты қағидат. Осыны негізге ала отырып, мен өз шәкірттерімен ұлттық құндылығымызды сақтап қалуда осы жобаны жүргізіп отырмын. Атқарылып жатқан жұмыс нәтижесінде өңірлерге тарату, таныту мақсатында аудандық семинар өткіздім. Halkımın ақ тілегі шашу шашайын. Егер айыл болмаса, ат үстінде тұра алмаса, ертоқым салып көрмесе, атқа мініп көрген адам ұстайтын бірнеше таспа қайыстармен көмкеріліп. Жоба аясында жасалып жатқан жұмыс түрлерімен таныстырып өтейін. Келген қонақтарды қарсы алғаннан бастап, осы жоба аясында жүргізіліп жатқан жұмыс түрлері көрсетілген. Қазақ халқының ұмытылып бара жатқан ұлттық ойындары үнемі дәріптеліп отырады. Ұлдар хан талапай, яғни асық ату ойыны, қыздар бес асық ойынын, асық пен шертпе ойынын үнемі сабақ арасындағы үзілісте ойнайды. Бұл ойын балаларды шапшаңдыққа, ептілікке, мергендікке баулитыны анық. Кез келген ойын әрекеттерінде ұйымдастырылған іс-әрекеттерде баланың жеке дамуына мүмкіндіктер жасалған. Ер қанаты ат. Ұлдарымызды ат әбзелдерімен танысып, оның қасиеттері мен алатын орны жайлы меңгеріп, қамшы өруді үйренді. Ал қыздарымыз сәукеле тігіп, ою ойып, өз білімдерін шыңдауда.
Сыныптың ішінің өзі ұлттық құндылыққа негізделіп жасалған. Сыныбымызды біріктіріп ұстап тұрған шаңырақ, ұлт қамы ұлы, шаңырақ қамы шақты. Шаңырағымыз ырысты болсын, ырысы жұртқа жұғысты болсын. Шаңырағымыздан шыққан әр шәкірт білімді, ақылды, саналы болсын деген ниетпен шаңырақпен безендірілген. Көріп тұрғандарымыздай біздің сыныптың төрінде тұмарша ілінген. Жалпы тұмар зиянды тылсым күштерден, тіл көзден сақтайды деп қазақ халқы сенген. Ежелден келе жатқан қазақ халқының бұйымы. Жер бетін мекендеп келе жатқан халықтардың көпшілігі 7 санда сиқырлы күш бар деп санаған. Оны кие тұтып, қастерлеген небір ұлттар да болды. Соның бірі қазақ халқы. Қазақ халқы әлімсақтан 7 сан ерекше қастерлеген. Осы қастерлі сандарға байланысты бірнеше сөздерді тұмашаға орналастырдық. Бұл жердегі мақсатым оқушылар күнделікті көз алдарында тұрған мәліметтерді естеріне сақтап, өмірде қолдану дағдысын қалыптастырады. Бірақ бұл шоттың ерекшелігі қазақи нақышта жасалады. Шоттың таста Сіздерге ұсынғалы отырған күнделікті сабақ барысында қолданылып жүрген әдіс тәсілдеріміз. терапиясын салттасу өмір салтын қалыптастыру мақсатында бұл асық терапиясы нүктелерді оятады. Көріп келіңіздер. Қазыбек би Қазақ халқы негізі қонақжай халық. Келген қонақтың өзін кәде сыйсыз қайтармаған. Жобамызбен танысуға келген қонақтарымызды құрметтеп кәде сыйымызды сыйға тарттық. Ол сыйдың өзі ұлттық құндылыққа сай қазақтың ұлттық тағамы бидай сусыны мен жент және құрт. Бидай сусыны бидай адамды тоқ қылдырады, ал сусыны шөлді қандырады. Жалыны бар, қарттарының қадірі бар, жақсылыққа жаны құмар, жаса қазағым, тарихының тамыры бағын таймасын, жаса, ұлты халқым, жаса, құтты. Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның тәрбиесімен тәрбиеле деген екен дана халқымыз. Сондықтан да ұлттық құндылықтарымызды оқу тәрбие процесіне енгізу арқылы ұлттың тұнып тұрған асыл мұрасын, қазынасын қорғайтын, бойында ұлттық санасы қалыптасқан тұлғаларды тәрбиелеп шығару жалпы ұлттың алдында тұрған міндет мына біздің мойнымызда деп ойлаймын.
Біз бүгінгі ұрпағымызды ата-бабамыздан қалған бай мұрамыз, салт дәстүрлеріміз бен мәдени құндылықтарымызбен таныстыруымыз керек. Осындай ойларды қорытындылай келе, бүгінгі таңда ұлтымыздың рухани байлықтарын көзіміздің қарашығындай сақтап, келешекке жеткіземіз деген мақсатпен ел болып бірлесе жұмыстар жүргізу керек деп есептеймін. Тіліміз бен ділімізді кіршіксіз күйінде болашаққа мирас етіп қалдыру, әр қайсымыз тамшыдай болса да үлес қосуымыз керек. Сонда ғана армандарымыз орындалады деп ойлаймын.